27 наурызға арналған шолды жорамал. Тоқта, тәуекелі көп күн. Жұмыс, үй тіршілігі, жақындардың жиі мазалауы, бәрі осы күнге келіп тақалуы ықтимал. Жалпы, сіз бүгін өз ортаңыздың мәселелерін шешумен боласыз. Тек ызаланбай, бәрін үлгеруге тырысыңыз. Қарсыластарыңызда қыспақ қалуға тырысып бағады. Оларға ең лайықты жауап үнсіздік, елемеңіз. Тоқтыларға жұлдыздардың айтпағы мынау: кез келген түсініксіз немесе шиеленісті жағдайларда ішкі даусыңызды тыңдаңыз. Ол сізге ең тиімді жолды көрсетеді. Торпақ, еш дайындықсыз жаңа дүниелерді бастап кетуіңіз мүмкін. Өзіңіз күтпеген ұсыныстарға жылдам келісім беріп, тәуекелдерге қарамастан бәс тігуге дайынсыз. Алайда қорықпаңыз. Аяқ асты күтпеген әрекеттерді сіз тектен-текке жасап жатқан жоқсыз. Мұның бәрі ішкі даусыңыздың сізге берген белгілерінің жемісі. Ішкі даусыңыз сіздің жол сілтеушіңіз, навигаторыңыз. Бастапқыда өзіңіздің жасап жатқан әрекеттеріңіз бен таңдауларыңыз логикадан, өзіңіз үйреніп қалған бағыттан алыс болып көрінуі мүмкін. Көп ұзамай өзіңіз батылдық танытып, жақсы шешім қабылдағаныңызды түсінесіз. Егіздер, осы күні өміріңізді өзгертуге деген құштарлық пайда болуы мүмкін. Тек таң қалмаңыз. Бұл жұлдыздардың ықпалынан. Бұл күнгі шабытыңыз бен белсенді құштарлығыңызды басып тастамаңыз. Егер шын мәнінде де алға жылжып, жаңа қадам басып, өзгерістер жасау керектігін іштей сезер болсаңыз, көп созбаңыз. Бұл күн қажет емес дүниелерден, жағымсыз әдеттерден құтылуға өте қолайлы. Сонымен қатар, өз аймағыңызды тазартыңыз. Үй ішін жақсылап тазалап, өзіңізді де сумен байланысты емдік шаралармен қуантыңыз. Шаян. Шаяндар үшін бүгінгі күні ешқандай шектеу, ешқандай кедергі жоқ. Әлбетте, бұл олардың ішкі дайындығы. Жолыңызда тәуекелдер жоқ деп айта алмаймыз. Дегенмен де табандылық танытып, кез келген жағдайдан оңай шығуға талпыныс жасасаңыз, бәрі әлдеқайда жеңіл өтеді. Жұлдыздардың ықпалының әсерінен шаяндарда бүгін болуы керек жерде болып, айту керек сөздерді айтады. Мұқият тыңдап, мына сөздерді естен шығармаңыз. Егер жұмысқа немесе ақшаға қатысты үзілді-кесілді шешім қабылдар болсаңыз, алдағы күндерге ойша есеп жасап, қаншалықты биікке, қаншалықты алысқа ұшалатыныңызды ойланыңыз. Арыстан, тәртіппен ережені бұзбасаңыз, бүгінгі күні бәрі де жақсы болады. Бұл күн іскерлік, тұрмыстық мәселелерді шешуге арналған. Бұл күн әрекет ететін күн. Жұлдыздар қит етсе кейінге қалдырмай, жалқаулыққа салынбай, шаршап тұрмын деп өзіңізді ақтамай, қысқасы өзіңізді қамшылап әрекет етуге шақырады. Сонда ғана сіз бір күннің ішінде қаншама шаруаны атқарып тастауға болатынын түсінесіз. Көп нәрсені тындыру үшін қажет болған кезде ақыл кеңес сұрап, бар мүмкіндіктерді дұрыс қолдана білу керек. Бекеш, миыңыз құдды суперкомпьютер секілді жұмыс істейді бұл күні. Осының арқасында көптен бері шешілмей жүрген мәселелерді шешіп, шешімін таппай жүрген мәселелерді шешуге тырысыңыз. Жұлдыздардың айтуына қарағанда, күрделі әрекет ету әдістері сіз үшін өте қиын болады. Сол себепті де кез келген мәселеден шығар қарапайым әрі қолжетімді әдістерді таңдаңыз. Қысқасы, өз өміріңізді өзіңіз күрделендірмеңіз, қиындатпаңыз. Бүгінгі сәтті жағдайларға сенімділікті қоссаңыз, жетер нәтижеңіз өте керемет болады. Тараза. Таразылар үшін бұл күні ең қиын нәрсе бір жерден екінші жерге қозғалу. Әрине, бұл басқа мағынада айтылды. Бір шаруаны алдыға жылжыту, дамыту қиынға соғады. Сол себепті де өзіңізді мәжбүрлесеңіз де әрекетсіз отырмай, барынша ширақ бола біліңіз. Есесіне кешке таман керемет нәтижелерді көресіз. Кейде артқа сүйретін жағымсыз энергетика немесе жағым сорта болады. Оларды елемей, өз мақсатыңызды естен шығармай, артқа сүйрегіштерге қарсы тұра біліңіз. Жұлдыздар таразыларға жаңа бастамаларда жақсы қолдау көрсетеді. Бастысы ниет. Саршаян. Таңғы уақыттан бастап сергектік, күш-қуат сезіледі. Алайда, күн сізден тым белсенді, болмаса тым күрделі шаруаларды шешуді талап етпейді. Бұлай дейтін себебіміз, көп саршаяндар бұл күні өз біліктілігінің жетіспеуіне байланысты немесе өзге саланың жұмыстарын жасауға талпыныс жасауына байланысты сәтсіздіктерге ұшырауы мүмкін. Әлбетте, ешқандай дайындықсыз немесе қосымша ақпаратсыз сәттілікке жету мүмкін емес. Сол себепті де барынша ұстамдырақ болғайсыз. Қорытындылай келе айтарымыз, сізге өз-өзіңізді бақылауда ұстап, қажетті кеңестерді дер кезінде ала біліп, әрекет ету барысында тек өзіңіз жақсы білетін тактикаларды таңдаңыз.
Мерген, кез келген бастаманы соңына дейін жеткізуге қауқарыңыз жетеді. Кейінге қалдырып келген шаруаларды, маңызды сөйлесулерді осы күні реттеп алғайсыз. Өзіңізді ақтап, немесе кейінге қалдыруға үгіттеу нағыз ақымақтық. Мұндай сәтті мүмкіндіктер күнде келмейді. Жұлдыздар өзіңізге тым сенімді болып, өзіңіз көтере алмайтын жүкті көтермеуге кеңес береді. Әсіресе жаныңыздағылар артық шаруаны беріп, өз жауапкершіліктерін сізге жүктесе бас тартқаныңыз абзал. Қазіргі таңда сіздің күшіңіз өз жеке шаруаларыңызды сәтті алып шығуға ғана жетеді. Тәуешкі, өз эмоцияларыңыздан қорықпаңыз. Дауысыңыз бен шынайы эмоция біргер болса, сіз көндіре алмайтын, немесе сендіре алмайтын адамдар болмайды. Жұлдыздар қабылдайтын шешімдеріңізді тек өзіңіздің интуицияңызға сүйене отырып қабылдауға кеңес береді. Тіпті өз ағзаңызда қандай да бір белгі береді. Мысалы, бір жерге барарда аяқ тартпай тұрса, демек ол жерге барудың сізге еш қажеті жоқ. Осы жақын күні көрген түстеріңізде маңызды нәрселерден хабар беруі мүмкін. Жақсылап ойланыңыз, түсіңізді ешкімге айтпаңыз. Су қойғыштарға тек өзіне сенуге кеңес бермейміз. Әйтпесе, өзіне тым көп алып, шамасы жетпейтін нәрселерді қолға алып, кейін ұятқа қалуы ғажап емес. Өзіңіз сенім артатын адамдардың кеңестеріне мұқият құлақ асып, олармен бірге болуға шақырамыз. Өзіңізге көп жауапкершілік арқаламаңыз, оны өзгелермен бөлісіңіз. Айналаңыздағыларға мақтанып, рөл ойнап, өзіңізді жоғары көрсету үшін жалған иллюзияға берілмеңіз. Себебі жалғандықтың, шынайы емес дүниелердің барлығы кейін ашылады. Барынша шынайы болғаныңыз дұрыс. Балықтар, ойланыңыз. Өзіңізді бір түсініксіз шекарамен шектеп, оған жабысып қалдыңыз. Әр қарай, немесе одан биік ойлануға болмаса, әрекет етуге қорқатын сияқтысыз. Өзгелердің емес, өз дегеніңізді жасаңыз. Ішкі даусыңыз нені қалайды, соны жасауға кеңес береміз. Мысалы, кішігірім өзгерістерден бастау, бұрын кимеген стильдегі киімдерді кию, жеп көрмеген тамақты жеп көру. Осындай кішігірім өзгерістердің арқасында ойыңыз жақсы жаққа өзгереді. Бастысы, еркін болыңыз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.